Осыған дейін Әли Оқаповтың жаңа бейнебаянының түсіріліміне кіріскенін айтқан едік. Әнші кезекті жұмысына соңғы 2 жыл бойы жазылған туындыны таңдаған, алайда ол Әлидің алдыңғы әндеріне мүлдем ұқсамайды, жаңа бағытта. Бұл жаңа әндердің бірі, ол «Бері кел» деп аталады. Аталмыш туынды 2 жылдай жазылды. Басында басқа өнер иесі орындау керек еді, бірақ ол артист композицияны аяқтамағандықтан, мен композитормен кездесіп, өзім алып аяқтайыншы деп өтіндім. Шамасы әндерің ұқсас деген сындардан шаршаған Оқапов осы жолы өзін басқа қырынан көрсетуді көздеген болар. Солай емес пе? Иә, мен өзімнің бағытымда көп жұмыс жасадым. Енді кішігірім өзгеріс енгізген жөн деп есептеймін. Сондықтан біз осы әнді еске түсіріп, оны аяқтап, қазір бейнебаян түсіріп жатырмыз. Сонда бұл композиция сіздің алдыңғы жұмыстарыңыздан несімен өзгеше? Бұл ән аранжировка жағынан мүлдем басқа, әуені де өзгеше. Мен қазір осы туынды арқылы үнді әрі шығыс мәдениетіне бір қадам жақындаған сияқтымын. Батыстың стиліне үйреніп қалған Әли үшін бұл әрине оңайға соққан жоқ, алайда аталмыш туындыны естігенде ол ұзақ ойланбаған, тек әуенінде кішігірім өзгеріс қана енгізген. Әннің негізін Шавкет Құрбанов деген мықты аранжировщик әрі композитор жазды, ал мен әуенін біраз өзгертіп, кішкентай тосын сый дайындап қойдым. Бұл туындыдан осыған дейін жасамаған нәрсені байқайсыздар. Осы жолы Әли бағытын 180 градусқа ауыстырды, алайда тек бір нәрсе ғана өзгеріссіз қалды, ол би. Мен билейтін артиспін ғой, яғни би шығармашылығымның маңызды бір бөлшегі, сондықтан да барлық жерде билеп, осы сөзді қолданатын боламын. Айтпақшы, Оқапов осыдан бірнеше уақыт бұрын жаңа бейнебаянында басты рөлді сомдайтын аруға іздеу салды. Ол үміткерлердің бірі Камшат Жолдыбаева. Алайда әншінің жоспары аяқ астынан өзгеріп, өнер иелері түсірілім жайлы келісе алмай қалған. Қарсы болған жоқ. Екіншіден, шынымды айтсам, мен Камшатқа бейнебаяныма түсуге ұсыныс білдірген жоқпын. Ол тек қана үміткер болды. Бірнеше күн өткеннен кейін мен бізге мүлдем басқа актрисаның керек екенін түсіндім. Жолдыбаева біздің бейнебаянның стилистикасына сай емес. Сонымен Әлидің Камшатты емес, басқа актрисаны алуының басты себебі мынада. Біз бейнеклипті үнді стилінде түсіріп жатырмыз. Иә, Камшат пен үнді сөзі жақсы жарасады, алайда түрлі жолдарын қарастыру керек қой. Мүмкін басқа адамды алып, жаңа нәрсе жасаған дұрыс болар. Бұл мен үшін өзге әлем. Сол себепті осылай болғанын қаладым. Сондықтан әнші көп ойланбай басты рөлге өзінің жақын досы Гүлназ Жоланованы шақырған. Иә, біз алыстан іздемей қояйық деп шештік. Сөйтіп менің әріптесім, жақын құрбым Гүлназ Жолановаға ұсыныс білдірдім. Алайда оны Әли тек жақын досы болғандықтан ғана емес, сондай-ақ талантына байланысты шақырыпты. Біріншіден, ол жақсы билейді, екіншіден, керемет актриса, және үшіншіден, жай ғана өте жақсы әрі сүйкімді қыз. Айтпақшы, бұл бейнеклиптен күлкіге толы кадрларды да тамашалай аласыздар. Оларды әнші Самал Резорт Спа қонақ үйінде түсіруде. Иә, Самал Резорт Спа қонақ үйі біздің бірінші локациямыз. Негізі 2 локация болады, бәрі қарапайым және кәсіби дәрежеде өтуде. Бұл әрине өте қуантады. Ендеше, Әли Оқаповтың мүлдем жаңа бағыттағы бейнебаянын жақын арада біздің арнадан тамашалай аласыздар. Оны Мұсан Entertainment жұмыс түсіргендіктен ерекше болары сөзсіз.